Енді бағдарламаның мақсаты оқушылардың әртүрлі материалдарды, текстурасын, құрылымын, беткі қабатын тану, оны сезіну және шығармашылық жұмыстарды саналы түрде қолдану дағдыларын қалыптастыру, оларды табиғи және жасанды материалдардың қасиеттерін салыстыруға, дизайн элементі ретінде текстураны пайдалануға үйрету. Міндеттері: бірінші, материал тану бойынша базалық білімді тереңдету, синтетикалық, органикалық және минералды заттарды. Екінші, техникалардың әртүрлі түрлерін, тоқыма, пішу, монтаж, рельеф жасау меңгеру. Үшінші, текстураны көркем бейнелеу құралы ретінде дизайн, мүсін, кескіндеме қолдануды үйрету. Төртінші, экологиялық сананы арттыру, материалдарды қайта өңдеу және үнемдеу. Бесінші, оқушылардың эстетикалық ойлауын, кеңістігі қабылдауын және креативті дамыту. Келетін нәтиже: оқушылардан табиғи және жасанды материалдарды ажыратады, текстура түрлерін таниды және қолданады, материалдардың қасиеттерін ескере отырып шығармашылық жұмыс жасайды, коллаж, аппликация, макет, рельеф құрастыра алады, көркемдік жобаны толық орындайды, топпен және жеке жұмыс жүргізе алады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, бөлім 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім текстура, кіріспе ұғымдармен қабылдау, екінші табиғи материалдар әлемі, үшінші жасанды материалдар әлемі, төртінші текстура, дизайн және композиция. Барлығы 34 сағатқа арналған. Мына жерде бөлімдердің мазмұны бірінші жарты жылдыққа 17 сағат, екінші жарты жылдыққа 17 сағат. Енді бағдарламаның соңында оқушылар білім кестесі, критериялық бағалар бойынша теориялық білім, техникалық дағды, шығармашылық шешім, жобаны қорғау. Назарларыңызға рахмет. Менің бүгінгі жобамның тақырыбы осылай. Қайырлы таң, әріптестер. Мен бүгінгі бағдарламам бастауыш сыныптағыларына арналған жүзу бойынша оқу бағдарламасының мазмұнымен сіздерді таныстырып өткім келеді. Барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағаттан болады. Мен нөмір 112 жаздық білім беретін мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімімін. Педагог зерттеуші. Бұл оқу бағдарламасы бастауыш сынып оқушыларының дене дамуы мен қозғалыс белсенділігін арттыруға, жүзу дағдыларын қалыптастыруға және салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған. Бағдарламада оқушыларды суға үйретудің бастапқы кезеңінен бастап әртүрлі жүзу жаттығуларының негіздерін, суда өзін өзі ұстау және қауіпсіздік ережелерін сақтау, құтқару дағдыларын қалыптастыруға дейінгі оқу жаттығу жүйесі қамтылған. Жүзу оқушылардың денсаулығын нығайтуға, дене тұлғасын жетілдіруге, қозғалыс жүйесінділігін дамытуға және төзімділікке тәрбиелеуге ықпал ететін маңызды спорт түрі болып табылады. Біз жүзу арқылы балалардың тыныс алу жүйесін, бұлшық ет күштерін, төзімділігі мен қозғалыс үйлесімділігін дамытамыз. Қазіргі кезде қауіпсіздік ережелерін сақтау мен өз өмірін қорғауға үйрету бағдарламаның негізгі құндылықтарының бірі болып табылады. Бағдарлама мазмұны оқушылардың жас ерекшеліктеріне, жеке қабілеттеріне сәйкес кезең-кезеңмен жеңілден күрделіге қарай құрылған. Бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі таңда бастауыш сынып оқушыларының денсаулығын нығайту,
қозғалыс белсенділігін арттыру және салауатты өмір салтына баулу білім беру бірі болып саналады. Жаһандану балалардың қозғалыс белсенділігі азайып, дене дамуының көрсеткіштері төмендеп барады. Осы тұрғыда жүзу спорты оқушылардың физикалық, психологиялық және әлеуметтік дамуына оң әсер ететін тиімді құрал болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі жүзу сабақтары арқылы балалардың денсаулығын нығайту, төзімділік пен ерік жігерді қалыптастыру, өзіне деген сенімділікті арттыру және қауіпсіздік мәдениетін дамытуға бағытталуда. Бүгінгі таңда жүзе білу адам өмірінде аса қажетті дағды. Жүзу сабағы балаларға денсаулықты нығайту, дене тұлғасын жетілдіру және гигиеналық тұрақтылықты қалыптастырудың ең тиімді жолдарының бірі болып табылады. Бағдарламаның ғылымилығына келетін болсақ, бағдарлама мазмұны педагогика, анатомия, физиология, биомеханика және спорт психологиясы ғылымдарының негізгі қағидаларына сүйене отырып әзірленген. Жүзу жаттығуларының жүйелігі мен кезеңдік принципі оқушылардың жас ерекшеліктері мен физиологиялық мүмкіндіктерін ескеруге негізделген. Бағдарламамда ғылыми негізделген әдістер жаттығуларды қайталау, қимыл үйлесімдігін қалыптастыру, жүктеменің біртіндеп арттыру қағидалары сақталған. Сондай-ақ оқушының денсаулық жағдайын бақылау мен жетістігін бағалауда ғылыми дәлелденген тестілер мен бақылау тәсілдері қолданылған. Жүзудің спорттық түрлеріне келетін болсақ, жүзуде біріншіден еркін жүземіз, кеудемен еркін жүзу. Бұл кроль әдісі болып табылады. Ең жылдам және қарапайым тәсіл болып табылады. Шалқалап еркін жүзу, бұл арқамен жүзу деп саналамыз. Денені дұрыстап ұстап, тынысты реттеуге мүмкіндік береді. Дельфин әдісі, баттерфляй әдісі, толқын тәрізді дене қозғалысы болып табылады. Брас әдісі, бұл тұрбақа тәсілі, тыныш үйлесімді баяу стиль болып табылады. Енді бағдарламаның бағыттылығына келетін болсақ, бағдарлама тұлғалық бағдарлы оқыту принципіне сүйенеді. Негізгі бағыт оқушылардың дене және рухани дамуын үйлестіру, өз мүмкіндіктерін танып, өзін-өзі жетілдіруге ынталандыру. Жүзу сабақтары тек физикалық даму құралы ғана емес, сонымен қатар мінез, ерік, жігер, тәртіп пен жауапкершілікті тәрбиелеудің тиімді тәсілі ретінде қарастырылады. Бағдарламамда дене шынықтыру мәдениетін қалыптастырумен қатар оқушыларды табиғатты аялауға, су ресурстарын ұқыпты қарауға тәрбиелейді. Бағдарламамда оқушылардың денсаулығын нығайтуға, қозғалыс үйлесімділігін дамытуға, топтық жұмыс ынтымақтастықтарды қалыптастыруға, қауіпсіздік мәдениетін үйретуге, жарыстық дағдыларды шыңдауға бағытталған болып табылады. Бағдарламаның мақсаты мен міндетіне келетін болсақ, менің бағдарламамда бастауыш сынып оқушылары болғандықтан, оқушылардың жүзуді бастапқы техникасымен таныстырып өтемін. Олардың қозғалыс белсенділігі мен жалпы дене дайындығын жетілдіреміз. Денсаулығын нығайту және суда қауіпсіздік дағдыларын қалыптастыру болып саналады. Жүзу арқылы оқушылардың төзімділігі, күш қуаты, икемділігі мен қозғалыс үйлесімділігі артып, дене тұлғасы жетілдіреді. Сонымен қатар бағдарлама балалардың бойында ұқыптылық, батылдық, ерік жігер мен өз-өзіне сенімділік қасиеттерін дамытуға бағытталған. Мақсатымыз суда еркін қозғала алатын, қауіпсіздік ережелерін білетін, негізгі жүзу стильдерін меңгерген сауатты оқушыны дайындау болып саналады. Міндеттерінің бірі суға бейімделу, тыныс пен қозғалысты үйлестіру, кроль, арқа, брас және баттерфляй элементтерін үйрету болып табылады. Төзімділік пен жылдамдықты дамыту, қауіпсіздік және құтқару дағдыларын қалыптастыру.
Күтілетін нәтижелер. Бағдарламаны меңгеру нәтижесінде бастауыш сынып оқушылары келесі білім, білік және дағдыларды игеру. Су ортасында өзін еркін ұстай алу, жүзудің негізгі 4 тәсілін меңгеру, тыныс пен қозғалысты үйлестіріп орындайды, 20-25 метр қашықтықты өз бетінше еркін жүзе алу керек, жарыстар мен эстафеталарда белсенді қатысу керек, төтенше жағдайда қауіпсіздік әрекет етіп көмек көрсете білу керек. Білімдік нәтижелер жүзудің маңызын, оның адам денсаулығына тигізетін әсерін түсінеді. Қауіпсіздік ережелерін және суда өзін ұстау тәртібін біледі. Құрлықтағы жалпы дамыту жаттығулары түрлері мен олардың мақсаттарын ажырата алады. Суда орындалатын негізгі жүзу жаттығулардың элементтерін қол мен аяқ, тыныс жүйесін сәйкестіре білу керек. Жүзудің бастапқы стильдері туралы жалпы түсінік қалыптаса білулері керек. Енді келесі тұрақтылау мәселесіне келетін болсақ, бұл бөлімде біздің программада бағдарламамызда 34 сабақтың мазмұны жүйеленген. Суға үйренуден бастап техника элементтерін бекітуге және қорытындыны бағалауға дейін. Әр сабақ оқушының дағдыларын қайталап, нығайтып, бір деңгейден екінші деңгейге көтерілуге мүмкіндік береді. Енді қорытындылайтын болсақ, осы бағдарламамызды жүзу бағдарламасы бастауыш сынып оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыруға, физикалық және психологиялық дамуын қамтамасыз етуге бағытталған жүйелі оқу курсы болып саналады. Бұл бағдарлама тек қозғалыс белсенділігін арттыруды ғана емес, сонымен қатар оқушылардың мінез-құлқын, жауапкершілік сезімін, өз-өзіне сенімділігін дамытуды көздейді. Жүзу бала үшін өмірлік маңызды дағды болып саналады. Бағдарлама оқушылардың денсаулығын жақсартып, судағы қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырады. Жүзуді меңгерген бала өз-өзіне сенімді, өз-өзіне белсенді, қауіпсіздік ережелерін білетін, дені сау тұлға ретінде қалыптасады. Осымен тыңдап назар қойғандарыңызға рахмет. Көріскенше сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, кері байланыс беріп отырсаңыздар жақсы болар еді. Рахмет тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға сәттілік.